Varigozda тамырлар ерлер мен әйелдерде жиі кездесетін қан тамырларының мәселесі. Varigozda тамырлар бұл аяқтағы кеңейген, ирелеңдеген тамырлар ғана. Бұрындары, яғни бұрынғы уақытта тек қарт әйелдер ғана бұл мәселе бойынша ем іздейтін, бірақ қазір жағдай өзгерді. Енді бұл жас адамдар арасында да жиі кездеседі. Жиі кездесетін белгілері қандай? Аяқтағы тамырлар өте үлкен, ирелеңдеген болып, сырт көзге ұсқынсыз көрінеді. Егер бұл жағдайды ұзақ уақыт емдемей жүре берсеңіз, теріге әсер етіп, терінің қараюы, түсінің өзгеруі байқалады. Ал одан әрі асқынса, жараға айналуы мүмкін. Кейде тамыр соншалықты үлкейіп, жарылып, қан кетуі де мүмкін. Варикозды тамырлардың дамуына қандай жиі кездесетін қауіп факторлары бар? Бұрын айтқанымыздай, бұл әйелдерде сәл жиі кездеседі, бірақ ер адамдарда да жиі ұшырасады. Әдетте 30-дан 60 жасқа дейінгі аралықта. Басқа қауіп факторларына артық салмақ, темекі шегу және ұзақ уақыт тік тұрып жұмыс істейтін мамандықтар жатады. Мысалы, мұғалімдер, полицейлер, медбикелер, тіпті дәрігерлер де. Асқынулары көбіне косметикалық сипатта болады, яғни ұсқынсыз тамырлар түрінде көрінеді. Немесе симптомды түрде аяқтың ісінуі, яғни ісік, эдема, аяқтың тартылуы немесе балтырдың ауруы түрінде байқалуы мүмкін. Күрделі науқастарда жара мен қан кету байқалады. Диагноз қою өте оңай. Қазіргі кезде ультрадыбыстық зерттеу мен доплер барлық жерде бар, және қарапайым ультрадыбыстық немесе доплерлік зерттеу небәрі 5-10 минутта жасалатын диагнозды нақтылай алады. Бүгінгі таңда емдеу толықтай эндоваскулярлық әдіспен жүргізіледі. Яғни біз эндоваскулярлық радиожиілікті абляция немесе эндовенозды венесел процедураларын жасаймыз. Бұл процедуралардың барлығы күндізгі стационарда жасалады. Яғни адамдар келіп 4-5 сағаттың ішінде өз аяқтарымен қайта кете алады. Және ешқандай тыртық қалмайды немесе аурудың сатысына байланысты өте аз тыртық қалады. Барлық процедуралардың нәтижелері өте жақсы, әрі қысқа мерзімді, әрі ұзақ мерзімді кезеңде. Егер тамырларға әрі қарай дұрыс күтім жасалса, менің ойымша аурудың қайталану көрсеткіші дерлік нөлге тең. Сондықтан егер сізде тамырлардың шығып тұруы, аяқтың ісінуі немесе аяқта ауырсыну белгілері болса, міндетті түрде маманға бірден көрініңіз. Сонда біз жақсы нәтижеге қол жеткізе аламыз.